Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде сауат ашу ұйымдастырылған оқу қызметі. Сабағымызды бастамас бұрын менімен бірге қайталаңдар. Өсті ақыл ойларың, өсті міне бойларың, иіліп сәлем береміз, әдепті болып өсеміз. Балалар, біз өткен оқу әрекетінде қандай әріппен таныстық? Жарайсыңдар балалар, біз П дыбысымен танысқан болатынбыз. П қандай дыбыс? Балалар, біз өткен оқу әрекетінде қандай әріппен таныстық? Жарайсыңдар балалар, біз П дыбысымен танысқан болатынбыз. П қандай дыбыс? Жарайсыңдар, П қатаң, дауыссыз дыбыс. Балалар, сендер нанның неден жасалатынын білесіңдер ме? Жарайсыңдар, нан ұннан жасалады, ал ұн неден жасалады? Дұрыс айтасыңдар балалар, ұн бидайдан жасалады. Олай болса балалар, мен сендерге бір ертегі оқып беремін. Сендер мұқият тыңдаңдар. Бауырсақ пен құрт. Бір күні апам бауырсақ пісіріп, құрт қайнатты. Құрт пен бауырсақ ең құрметті орынға қайсымыз лайықтымыз деп таласып қалады. Құрт бірден сөреге шығып алады, ал бауырсақ дастарханның дәл ортасына жайғасады. Дастарханға алдымен нан қою дәстүрі дәл осылай басталыпты. Балалар, ертегіміз не туралы екен? Балалар, ертегіміз бауырсақ пен құрт туралы екен. Балалар, ертегіде бауырсақ сөзін және құрт сөзін буынға бөліп көрейікші. Бауырсақ 3 буын, құрт тек 1 буын екен, балалар? Жарайсыңдар. Балалар, әліппе дәптерді ашып, екінші тапсырмаға назар аударамыз. Қазан бетінен аспанға ұшып жатқан не деп ойлайсыңдар балалар? Суретке назар аударып қараңдаршы. Жарайсыңдар балалар, ол бу. Балалар, зат атауларын буынға бөліп, дыбыстық талдау жасаймыз. Тамақ сөзіндегі м дыбысын басқа дыбыспен алмастырсақ, қандай сөз шығады? Балалар, келесі 3-ші тапсырмаға назар аударамыз. Бауырсақ неден жасалған? Б дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Балалар, енді Б әріпімен таныс болайық. 1, 2, 3. Б әріпі. Б әріпі. Бұлт. Бұлт. Бесік. Бесік. Бөпе. Бөпе. Балапан. Балапан. Бұғы. Бұғы. Бақа. Бақа. Балық. Балық. Барыс. Барыс. Бүркіт. Бүркіт. Байрақ. Байрақ. Ал балалар, Б дыбысын қандай дыбыс деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Б ұяң, дауыссыз дыбыс. Қане бірге қайталайық. Б ұяң, дауыссыз дыбыс. Балалар, 5-ші тапсырмаға назар аударайықшы. Қай цифр Б-ға ұқсайды? Жарайсыңдар. Балалар, келесі 6-шы тапсырмаға назар аударамыз. 6 таяқшадан Б әріпін бейнелеп жасаймыз. Олай болса балалар, соңғы тапсырманы орындайық. Қаламымызды алып, Б әріпін әдемілеп, бастырып, жазып шығамыз. Іске сәт!
Балалар, тапсырмаларды аяқтап болсақ, мына смайликтер арқылы жұмысымызды белгілейміз. Жарайсыңдар балалар, сендер бүгін өте керемет жұмыс жасадыңдар. Рахмет, сау болыңдар.